егер біз баланың сұранысын дұрыс жауап беріп қанағаттандыра алмасақ, бала бәрібір ол жерге айналып келеді. Сіз түсіндірмесеңіз, сіз оған түсіндіруге ықпал етпесеңіз, бала бірнеше уақыттан кейін айналып сол жерге келген кезде дұрыс емес ақпаратқа кезіксе, сіз өзіңізді кінәлайсыз ол кезде. Сондықтан біз баланың сұранысы болды ма, ораза айларында көбірек сұрақ бастайды. Жаз айларында жаңағыдай медреселер шабуат асу лагерлер ұйымдастырып, сол кездерде сұрақтар көбірек бастайды, жаңағы достары бар деген секілді. Бізде зайырлық деген принцип бар, әрине дінді насихаттау емес, бұл жерде бала туралы заң бар, неке және отбасы туралы заң кодекстер бар. Бұл жерде ата-ана тікелей жауапты заң бойынша кәмелетке толмаған баласының кез келген ахуал жағдайына. Сондықтан егер отбасы діндар болса, діни бағытта болатын болса, ол адам діни құндылықтарды меніңше түсіндіріп айтып көрсету керек оған. Мына бағыт дұрыс бағыт, мына бағыт бұрыс бағыт. Егер мынандай жағдай болатын болса, одан сақтану керексің деген секілді. Сол айтылмағанның кесірінен ғой біздегі деструктивті діни бағыттардың шығып отқан. Не ата-анасы білмейді діннің не екенін. Болмайды, жоқ, болмайды, пәленше секілді сотталып кетесің дейді болды. Неге болмайды? Не үшін сіз тыйым салып жатсыз? Соны түсіндіру керек. Сенің санаңда ондай сұрақтың пайда болуына себеп болған не нәрсе деп баламен сөйлесу керек қой. Былай айтамыз ғой, баламен сөйлесу керек екен, бүйту керек екен, бірақ діни жағдайында біз аса мұқият болуымыз керек, балаларымызға жауапкершілікпен қарау керек. Енді мына түзету мекемесінде мен көптеп жаңағы жұмыс жасап сотталғандармен жұмыс жасаймыз ғой. Сонда кейде кеше бір практикада, ғылыми практикада болдық, басқосуда. Сол кезде мектеп жасындағы балалардың, жаңағы деструктивті бағытқа түскен балалардың 93% ата-анасының ықпалымен түседі екен. Жаңа радикалдық бағытқа. 2% ғана достардың ықпалымен, жаңа классында бірге оқитын деген секілді. Қалған процент, сол 3-4%-ымыз жаңа қалып тұрған, ол жаңағыдай интернетпен өздігінен ізденген. Бірақ 90%-дан астамы ата-анасының тікелей ықпалы. Мектеп жасындағы балалардың деструктив бағыт идеологияны ұстану кетуі жағдай. Сондықтан егер өзінің ата-анасы деструктивті діни бағытта болса, баланың сол бағытқа түсуі 95%. Сондықтан бұл жерде енді жауапкершілік кімге? Ата-ана емес, сол жердегі мемлекеттің қызметі болып қояды ол кезде. Орталықтардың сол ата-анамен жұмыс жасау арқылы баламен жаңағыдай көзқарасын өзгертуге деген секілді. Сондықтан қазір мынау радикализм, діни бағыттағы радикализм жасарып кетті деп жаңа айттым ғой. 5-6 класс оқитын баланың өзі TikTok желісі арқылы радикалданған және радикалдық ақпараттарды таратып бөліскен. Баланың өзімен сөйлессек, діни радикализмнің қандай бір сипаттамасы бар, не үшін салған, оған жауап бере алмайды. Бала білмейді. Радикалдық шкала жоқ, ода қарай алмайсың. Сондықтан бұл жерде ықпалдар не? Жаңағы TikTok-тағы бір ақпаратты салу және просмотр көп жинау. Және ол просмотр өте жоғары. Ол бірде-бір радикалды адам танымайды. Ол мешітке мүлдем бармаған, ол жұма намазына қатыспаған, діни жамағатпен араласу деген ондай бір идеология түсіну жоқ балада. Ол біз былай айтамыз, жаңа комнатный мусульманин deyip, жаңа үйде өзінен мұсылман дінін жаңа қызығып, ислам дінін және радикалдық бағытта ақпараттармен тоғысып, оны дұрыс деп ойлап, сонымен әрі қарай ол не істеген әлеуметтік желілерде жаңа балалар психологиясы бұл әлсіз ғой бұдан таратып, осындай жағдайларда орын алып жатыр. Қазір түсіндірме жұмыстары қажет болса, тіптен ол не жауапкершілік алып келеді ата-анасына.